Баршаңызға сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай, тез 15 минутта дайын болатын пончиктер әзірлейтін боламыз. Қажетті заттарды астына жазып қалдыратын боламын, сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз, шекер саламыз, жақсылап араластырамыз, айранымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. 3 ас қасық өсімдік майын құямыз. Тұз, сода, ванилин және де жарты разрыхитель қосамыз, яғни 10-15 грамм. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, қоспамызға қосамыз. Қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап июін қандырамыз. Ыдысымызға салып 5 минутқа қойып қоятын боламыз. 5 минуттан кейін алып жайып жасай береміз. Пончиктің формасын өзіңіздің қалаған стакан немесе дөңгелек ойып алатын ыдыспен ойып аласыздар. Тура видеода көрсетілгендей қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта осылайынан ойып дөңгелек формамызды шығарып аламыз. Ортасынан да кішірек дөңгелекпен ойып шығамыз. Мінекей біздің пончиктеріміз дайын. Енді қызып тұрған майда орташа отта қатты қыздырмаймыз. Жақсылап біркелкі орташа отта қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің пончиктеріміз дайын. Өте дәмді қыздар, міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ортасында қалғанында қуырып алсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.